5-6 сыныптардың пәндік олимпиадасында қандай тапсырмалар келеді деген сұрақтар туындап жатыр. Былтырғы келген тапсырмаларды сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Мысалы, 5 сынып қазақ сыныбында қандай тапсырмалар келеді? Ол әрине тест күйінше. Тест 30 сұрақтан тұрады, барлығы 50 балл. Ол қалай есептеледі десек, 1-ден 15-ге дейінгі тапсырмалар әр дұрыс жауап үшін 1 ұпай беріледі. Мысалы, міне бірге жазылатын сөздерді табыңыз деп 5 түрлі вариант беріп қойған, әрине соның ішінде бір нұсқаны таңдап алады. Осылайша 2-ші, 3-ші сұрақтар сөйтіп 15-ші сұраққа дейін барлығы 1 балдық тапсырмалар. Тест тек қазақ тілінен ғана емес, қазақ әдебиетінен де келеді. Мысалы, міне темір етік теңгедей, темір найза тебендей, қай қатарға тән. Бұл жерде әрине литоды, осындай көркемдеуіш құралдың түрі жасырылған. Енді келесі тапсырма, мысалы шығарманың композициясы дегеніміз не дейді? Бұл да әдебиетке қатысты. Ахмет Байтұрсыновтың 40 мысалы, қай жылы басылғандығы, қазақ әдебиет тарихындағы хикаят жазған қаламгер дейді. Яғни 15 сұрақтың жартысы қазақ тілінен келсе, жартысы қазақ әдебиетінен келіп отыр. Ал енді ары қарай 16-ші сұрақтан бастап 25-ші сұраққа дейін әр дұрыс жауап үшін 2 ұпай беріледі. Яғни бір вариантты белгілейді оқушы, әрине 5 нұсқаның ішінен біреуін таңдап алады, бірақ оған 2 ұпай беріледі. Бұл жерде де қазақ тіліне қатысты тапсырмалар. Одан кейін 26-дан бастап 30-ға дейінгі тапсырмалар 3 ұпаймен бағаланады. Мысалы, бұл жерде мәтін беріледі, сол мәтінге қатысты 5 сұрақ, 26, 27, 28, 29, 30 сұрақтар осы мәтін төңірегінде болады. Және әр дұрыс жауап үшін 3 ұпай беріледі. Міне 5-ші сынып қазақ әдебиеті бойынша тапсырмалар осындай. Енді 5-ші сынып орыс сыныбын тапсырмаларын көрейік. Бұл жерде міне қазақ тілі деп береді, орыс тілінде оқытатын сыныптарға арналған. Бұл жерде де тура сондай. 1-ден 15-ге дейінгі тапсырмалар 1 ұпаймен бағаланады. Бұл жердегі ерекшелік қазақ сыныбы сияқты емес, орыс сыныбында тек қана қазақ тіліне қатысты тапсырмалар беріледі. Қазақ әдебиетінен ешқандай тапсырма жоқ. 16-дан 25-ге дейінгі тапсырмаларда әр дұрыс жауап үшін 2 ұпай берілсе, ал 26-дан бастап 30-ға дейінгі тапсырмаларға әрине 3 ұпайдан беріледі. Тура қазақ сыныбындағыдай мәтін беріледі, сол мәтінге байланысты 5 сұрақ беріледі, әр дұрыс жауапқа 3 ұпайдан беріледі. Сонда 30 сұрақ 50 ұпай болады. Енді қазақ тілі 6-шы сынып, бұл орыс сыныбы, орыс тілінде оқытатын сыныптардағы қазақ тілі. Тура сол 1-ден 15-ге дейінгі тапсырмалар әр дұрыс жауап үшін 1 ұпай беріледі. Орыс сыныбы болғаннан кейін мұнда тек қана қазақ тіліне қатысты тапсырмалар берілген, әдебиетке қатысты сұрақтар жоқ. 16-дан 25-ге дейінгі тапсырмалар әр дұрыс жауап үшін әрине 2 ұпай беріледі. Оқушы бір ғана жауапты белгілейді, бір жауап үшін 2 ұпай алады. Сұрағын оқып кетейік. Неологизм қатысқан сөйлем деген кезде міне 5 жауаптың ішінен біреуін таңдаймыз. Марат телефон сатып алды. Осы жердегі телефон әрине неологизм, жаңа сөз. Тура осы сияқты бір вариантын белгілеп кете береді. 26-дан бастап 30-ға дейінгі тапсырмалар әдеттегідей мәтін бойынша тапсырмалар болады. Әр дұрыс жауап үшін 3 ұпай беріледі. Бір мәтінге байланысты 5 сұраққа оқушы жауап бере отырып 3 ұпайдан 15 ұпай алады. Ал барлығы 30 сұрақ үшін 50 ұпай жинауы керек. Енді 6-шы сынып қазақ тілі мен әдебиеті қазақ сыныбына арналған тапсырмаларды көрейік. Бұл жерде тура сондай 1-ден 15-ге дейінгі тапсырмалар үшін әр дұрыс жауап үшін 1 ұпай беріледі. 15 тапсырманың жартысы қазақ тіліне байланысты тапсырмалар болады, жартысы қазақ әдебиетіне байланысты. Кейбір сұрақтарды оқып, не жауаптерін белгілей кетейік. Бірге жазылатын сөзді көрсет деген, мына жерде есімдіктер, ешкім, кейбір, біркелкі деген сөздер бірге жазылады. Дефис арқылы жазылатын сөздерді табыңыз деген жерде әрине болыптымыз жауабы дұрыс болып табылады. Одан кейін дефис арқылы қате жазылған сөзді табыңыз деген кезде
24 деген сөздің арасында дефис болмайды. Міне осылай ары қарайда басқа сұрақтарға жауап беріп кетеміз. 16-тан 25-ке дейінгі тапсырмалар әр дұрыс жауап үшін 2 ұпай беріледі бұл жерде. Мысалы, міне эвфемизм сөздерді белгілеңіз дейді. Әрине, эвфемизм деген сыпайы сөздер. Бұл жерде сөз уар, саусақ, қолды болды, қол салды деген сөздер әрине эвфемизмге жатады. Бірақ та біз С вариантын белгілейміз, себебі екеуі де эвфемизмге жатады. Ал мына Д вариантында, мысалы, саусақ деген эвфемизм болғанмен, Орланды деген дисфемизм. Ал екінші вариантта сөз уар эвфемизм болғанмен, өсекші дисфемизм. Сондықтан екеуі де эвфемизм болатын вариантты белгілейміз, оқушыларға осылай түсіндіреміз. Міне әдебиетке қатысты сұрақтар да бар. Міне Абай, Әл-Фараби, Оралхан Бөкей, Аяз Би деген сияқты қазақ әдебиетіне байланысты сұрақтар да кірістірілген. Әдеттегі 26 мен 30 тапсырмалар 3 ұпаймен бағаланады. Берілген мәтін бойынша 5 тапсырма бар, соның 5-еуіне де жауап беретін болса, міне 3 ұпайдан 15 ұпай жинайды. Ал барлық тест тапсырмаларының саны 30 сұраққа 50 балл жинауы керек, яғни 50 ұпай жинауы керек. Құрметті әріптестер, бұл қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 5-6 сыныптарға арналған пәндік олимпиаданың мектепшілік кезеңіне арналған тапсырмалар. Былтырғы оқу жылында келген тапсырмалар. Егер осыған қарап оқушыларды дайындаймын, осыған қарап тапсырмалар дайындаймын десеңіздер, менің WhatsApp номеріме хабарласып, тапсырмаларды алсаңыздар болады.